Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін жұмбақ заттарды анықтайтын боламыз. Белгісіз А заты сөндірілмеген әк ретінде белгілі оксид. Сөндірілмеген әктің біз формуласын білеміз, иә? Кальций О сөндірілмеген әк деп аталады. Ол негіздік оксид болғандықтан А затының қасиеті, бізде мынау А заты жазып қояйын. Бұнда қасиет негіздік оксид болғандықтан онда негіздік қасиет көрсетеді. Екінші, А затын көміртекпен өңдегенде қатты В заты түзілді дейді. Бізде А затымыз кальций О, оны көміртекпен өңдейді екен, көміртекпен нәтижесінде не түзілді дейді, қатты зат. Ол кальций карбиді плюс СО, мынау газ, иә. Сол кезде мына жерде теңестіріп жібереміз. Үшеу. Мен жерге үш қосақ теңесет, иә. Сосын В заты гидролизге ұшырады дейді. Бізде қатты мына затымыз кальций карбиді, бұл В заты. В заты, кальций карбиді В заты. Яғни ол гидролизге ұшырағанда С заты түзілді дейді. Бізде екінші сұрақта С затында пи байланыс қой. Енді С затын тауып алайық. Кальций карбиді гидролизге ұшырайды, сумен әрекеттеседі. Нәтижесінде не түзілді? Кальций OH2 еселенген түзіледі, кальций гидроксиді плюс С2H2 ацетилен түзіледі екен. Жерге екі қояйық, сонда теңеседі. Мынау бізде С заты, ацетилен, С затын таптық. Енді бізде сұрақ С затының құрамында пи байланыс саны. Бізде ацетиленде 3 еселі байланыс болады құрамда. 3 еселі байланыс болса, 2 пи, 1 сигма байланыс болады осындай. Сонда мындай пи байланыс нешеу? Жауап В болады екен. Енді ары қарай реакцияны жазсақ, С заты дәнекерлеу үшін қолданылады. С затын белсенділеген көміртекпен Д заты түзілді дейді. С заты белсенділеген көміртекпен әрекеттеседі, бұл кезде ол катализатор қатысында жүреді. С2H2 С затымыз белсенділеген көміртек деген белсенділеген көміртек деп жазып қояйын осылай. Енді нәтижесінде тримерленіп, С6H6, яғни бензол түзіледі. Тримерленуімен Д заты түзілді дейді. Бізде Д затымыз сонда бензол болып тұр. Бұл Д заты. Д заты бензол. Ол Д заты өршітке қатысында хлор метанмен реакция түсіп, Е заты түзілді дейді. Д затымыз бізде бензол. Д затымыз бензол екені белгілі. Ал хлор метан дегеніміз CH3-ге хлор қосса, біз хлор метан екенін білеміз, иә. Енді одан ары қарай не шығады? Бізде С6H5, бір сутектің орнын CH3 басады, иә. Сосын H хлор шығады. Сонда не түзіліп тұр? Мына жинақтап жатыр С7H8, бұл толол деп аталады. Толол бұл қандай зат? Сонда бұл Е заты толол болып тұр. Е затымыз толол, Д затымыз бензол болды. Енді ары қарай шешкенде Д, Е заты бір-біріне. Біз Д затын айттық та, жаңа Д затымыз бензол дедік та. Д затымыз бензол, Е затымыз толол дедік. Толол. Екеуі бір-бірінен, мына жерде формуласы былай, С6H6, мынау С7H8. Екеуі бір-бірінен де CH2 тобына айырмашылығы бар. Яғни бұл бір-біріне не болады? Сонда гамол болады. Ал енді есеп ары қарай. Е заты тотыққанда түзілетін өнімнің массасы. Бізде Е заты тололды. С6H5, CH3 деп осылай бөлек жазып алайық. Бұл тотығады, тотыққан кезде ол оттекпен әрекеттеседі. Нәтижесінде С6 бензол қышқылы түзіледі. Плюс не түзіледі? H2O түзіледі. Е заты, мына жерде қараңда 9,12 Е затымыз мынау 9,12 грамм. Өнімнің массасы, өніміміз мынау. Я, мына жерде мынаның молекулалық массасын есептейміз. Мынаның молекулалық массасы бізде 92 болу керек, 92. Ал мынанікі 72, 77, ары есептеп жүрек. 77-ге қосасын 12, қосасын 32, қосасын 1. Мұнда 122 шығады мынаның немері. 122. Қараңдар, енді мына жерде X-ті табу үшін өнімнің массасын табуға енді мына екеуін 9,12-ні 122-ге көбейтеміз де 92-ге бөліп жібереміз. Уже мына жерде қысқарып кетеді. Сол кезде мына жерден неше шығады? 12,12 шығады екен. Есептеудің қажеті жоқ, сонда А болады жауап. Сосын Д затын нитрлеуге осындай екінші мысалды реакция түскен Д затының массасы дейді. Бізде Д заты толол. Д заты бензол деген. Е заты толол. Д затымыз бензол, енді реакция түсірексе, H6-ны нитрлеу десе, азот қышқылы, енді нитрат қой, нитратпен әрекеттестіреміз. Нәтижесінде С6H5 бір сутектің орнын NO2 басады. Сосын не түзіледі? H2O түзіледі. Бізде Д затының массын табу керек. Д та. Д затымыз мынау. Реакция түскеніміз Д затының массасы. Бізде азот қышқылының мынандай несі көлемі, тығыздығы, массалық үлесі белгілі болса, бізде мынадай формула бар, иә. Массын тапқан кезде көлем көбейтілген ро көбейтілген омега деген осындай формула бар. Осы формулаға қоямыз. Мына жерде бірінші азоттың массын тауып алуымыз керек қой біз. Неге табу үшін? Бензолдыкін табу үшін. Енді 30,73-ті көбейтеміз 1,23-ге, мына 75-ті 100-ге бөліп жібереміз, өйткені оны енді немен табуымыз керек қой біз. Литрмен 0,75 болады. Сол кезде осыны есептеп аламыз. 30,73-ті көбейтіп 1,23-ге
көбейтесің 0,75-ге. Сонда 28-де 3 деген шығады мына жерде. 28-де 3 грамм, иә. Бұл сонда 28-де 3 дегеніміз мына массының, азот қышқылының массасы, иә. Бұның мр 63 болады азот қышқылының, ал мынаның мр 78 болады. Бізде сосын теңдеуіміз тең ба? Мына жерде оттек жетеу, оттек үшеу, иә, дұрыс. Енді мына жерде ешқандай нені қажет, пропорция арқылы табамыз. Тапқанда 28,3-ді 78-ге көбейтіп, 63-ге бөлеміз. Сол кезде шығады бізде. Көбейтесің 78-ге, бөлесің 63-ге. 35,1 шығады жауап. 35,1 шығады грамм. Бұл жаңа Д заты, яғни бензолдың массасы. Сонда жауап В болады. Жақсы, осымен түсінікті болса, лайк басып, сақтап алыңдар.